Отбасыларыңызды осындай өте дәмді болып шығатын ерекше, керемет, тез дайындалатын тағамменен қуантқыларыңыз келсе, дәл осы рецептті соңына дейін қарауға кеңес етемін. Сіздерге және отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Бар болғаны қарапайым ингредиенттерден осындай өте дәмді болып шығатын керемет тағамды менімен бірге дайындаңыздар. Ол үшін жылы сүтке қант және құрғақ қашытқыны салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Шамамен 10 минутқа бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Уақыт өткен соң тұз және електен өткізілген ұнға қопсытқышты қосып, барлығын осы сұйық массаның үстіне салып, қасықпенен жақсылап араластырамыз. Кішкене араластырғаннан кейін 2 ас қасық сұйық майды құямыз. Тағы да барлығын жақсылап араластырып, кейін қасығымызды тазалап, қамырымызды қолмен илеуге кірісеміз. Қамыр сондай жұмсақ, нәзік болып шығады. Қолмен жұмыс жасауға өте ыңғайлы. Осылай қолымызбен бассақ, бірден қамырымыз осылай бірігіп, осындай тұтас қамыр пайда болады. Енді осы қамырымыздың бетін ауа өтпес үшін салафанмен немесе пищевой пленкамен жауып, жылы жерге көтерілгенше жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін біздің қамырымыз осылай көтеріледі. Көтерілген қамырымызды алып, дастарханымызға ұнды сеуіп, қамырымызды осылай қолымызбенен табамыздан босатып аламыз. Үстіне тағы да ұнды сеуіп, қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Көз мөлшермен теңдей етіп 2 бөлікке бөлуге тырысамыз. Әр бөлігін осылай қолымызбенен илеп, 2 дөңгелек формаға келтіреміз. Көп мөлшерде ұнды қолданудың қажеті жоқ. Тек осылай қамырымыз қолымызға, дастарханға және оқтауға жабыспас үшін ғана сеуіп, осылай қамырымызды біркелкі етіп, шамамен 2 мм-дей қалыңдықта жайып аламыз. Үккіштен өткізілген ірімшікті қамырымыздың шеттеріне бейнеде көрсетілгендей етіп орналастырып шығамыз. Қалауларыңызша бұл жерде моцарелла немесе сулугуни ірімшіктерінде қолдансаңыздар болады. Ірімшігімізді салып болғаннан кейін қамырымыздың шеттерін бейнеде көрсетілгендей етіп жауып, осылай қайық түріне келтіріп аламыз. Екі жағынан да толықтай жауып, шеттерін міндетті түрде қатты етіп басып шығамыз. Міне осылай барлығын орналастырып алғаннан кейін біздің қамырымыз қайық формасына келеді. Қамырдың шеттері толықтай жабылып, піскеннен кейін көтеріліп кетпеу үшін осылай тағы бір рет жүріп шығамыз. Рецептке қажетті заттар мен олардың мөлшерін қазақ және орыс тілінде бейненің соңында описание бөлімінде еще батырмасын басу арқылы көре аласыздар. Екінші қамырды да дәл жаңағындай етіп жайып, шеттерінің барлығына ірімшігімізді орналастырамыз. Шеттерін толықтай осылай біркелкі етіп жауып, қайық формасына келтіреміз. Осылайша біздің тағамымыз өте жеңіл әрі оңай дайындалады. Енді осы қамырымызды алып, алдын ала пергамент қағазы төселген формамызға орналастырамыз. Міне осылай болып шығады. Енді осы қамырымызды шамамен 15 минутқа тындырып, кішкене көтерілгенге қойып қоямыз. Уақыт өткеннен кейін жұмыртқаның сары уызын алып, осылай шайқап алғаннан кейін кондитерлік кисточканың көмегімен қамырымыздың шеттеріне ғана жағып шығамыз. Пешімізді алдын ала 160-180 градус аралығында қатты етіп қыздырып аламыз. Жұмыртқаны жағып алғаннан кейін ортасына ірімшігімізді бейнеде көрсетілгендей етіп салып шығамыз. Ірімшікті салып болғаннан кейін қатты етіп қыздырылған пешімізге шамамен 15-20 минуттай пісіріп аламыз. 15-20 минут өткеннен кейін хачапурийімізді шығарып, ортасындағы ірімшігін осылай қасықтың көмегіменен ашып аламыз. Ортасын ашып болғаннан кейін әр қайсысына жұмыртқаны шикі күйінде салып, тағы да шамамен 15-20 минуттай пісіреміз. Әркімде пеш әртүрлі пісіргендіктен өздеріңіздің пештеріңізге байланысты градусын және пісіру уақытын өздеріңіз тағайындаңыздар. Күйіп кетпеу үшін міндетті түрде қадағалап қарап отырыңыздар. Піскеннен кейін сондай жұмсақ, нәзік болып шығады. Иісі керемет. Тәбетті бірден ашып, ыстықты салқында күйінде жесеңіздер, сондай дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге бейне ұнады деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын.